Өткен дәрісте бауда, яғни маса туралы айтқан болатынбыз, соның жалғасы. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллазина янқудуна ахдаллахи мин баъди мисақихи. Жоғары аятта ма юдиллу бихи иллал фасихин. Алла Тағала пасықтарды ғана адастырады деген аятта. Соның жалғасында ол пасықтар кімдер деген уақытта неге оларды Алла Тағала адастырады дегенде аллазина янқудуна ахдаллах. Олар Аллаға берген сол пасықтар серт берген соң сөзінен танып Алланың уәдесін бұзады дейді. Бұл аяттағы янқудуна сөзінің мағынасы өрілген қалың жіп арқанның араларын ашып тарату деген сөз. Ендеше мұнда терең мән бар. Яғни Алланың серті қалау, даналық, рақым, шапағат деген жіптермен өріліп әзелден әбәд мәңгілікке жалғасқан арқан. Осы арқандарының бірінің ұшы да адамға ұстатылып, оның жаратылысына көптеген қабілет дақылдары егілген. Яғни адамның бойындағы адами қасиеттердің бәрі Аллаға құл болу, оны ғылым арқылы таным және көркем мінезді болу үшін берілген. Әрі адамның ар ожданында рухтар әлемінен сақталған әлімсақ Аллаға сөз берген арқан бар. Міне адамның Аллаға берген серті де осы. Яғни пасықтар деп отырғанымыз олар дінге келмесе де, олар әу баста әлімсақта, рухтар әлемінде Аллаға сөз берген. Саған ортақ қоспаймыз деген, саған қарсы шықпаймыз деген. Яғни ол өзінің жаратылысында қасиет арқандары мен әлімсақтағы арқанды ажыратып бұзбақ. Одан бөлек үшінші бір арқан бар. Ол мұсылман болып серт берген соң сол сертін бұзып, дінді бұзып, ел ішіне іріткі салулары. Ендеше бұл аят сертін бұзғандар иманға келмеген адамға да, иманға келіп артынан сертін бұзған адамға да қатысты. Мұнафық пен яһуди тәрізді иманға келіп артынан сөзінен танғандарға да келсек, олар алдымен саған ғана құлшылық жасап, сенің ғана жәрдем сұраймыз деген сертін бұзып, олар өзге жаратылған нәрселерге табынып, солардан медет, жәрдем сұрап, Аллаға берген серттерінен айнып сөздерінде тұрмайды. Пенде Аллаға берген сөздің ішінде ең маңыздысы таухид сертін бұзған соң қалған серттерін бұзулары оларға түкте қиынға соқпайды. Бір күнәні шақырады. Ал үлкен ширк күнәсін жасағанға одан кіші күнәларды жасау жеңіл келіп, соларды жасауға қомылдырады. Атам қазақтың Құдайдан қорықпағаннан қорық дегенде осы. Сол себепті аяттың жалғасында олардың негізгі сертін бұзған соң қандай іс-әрекеттер жасайтындығын баян етеді. Ва яқтауна ма амараллаху бихи айюсала. Ва яқтауна ма амараллаху бихи айюсала. Мұнымен шектеліп қана қалмай, Алланың сақталуын әмір еткен қарым-қатынас пен бірліктің тамырына балта шабады. Мә әміраллаху, Алланың әмір еткені бихи айюсала. Бұл жердегі сақтаулы әмір етілген нәрсе екіге бөлінеді. Бірі шариғаттағы әмір, туыстық және қоғамдық қарым-қатынас тәрізді мұсылмандар мен адамдар арасындағы әмір етілген байланыстарды бұзып ел ішіне іріткі салады. Екінші тәкуини жаратылысқа қатысты әмір. Ибн Аббас, Қатада және Судди осындай көзқараста. Жоғарыда айтылғандай адам бойында қасиеттер өз межесіне қарай бөліп белгіленуі керек. Мысалы, адамда ақыл бар. Ол Алланы тануға бақыт алуға жетті. Сондай-ақ адамда күш-қуат бар. Ол еңбектеніп, бейнеттенуге арналған. Олар осы ақылды керісінше Алланы танымауға күшті
жалқаулыққа бағыттайды. Сондай-ақ әлемдегі жаратылыс заңдарындағы тепе-теңдікті бұзады. Әр аяттағы байланыс әмірін Алла елшісіне деген байланыс деп тәпсірлегендер де бар. Бұл сөзді Хасан Басри айтқан. Һәм Аллаға иман ете тұра пайғамбарлардың кейбіріне сеніп, кейбіріне сенбей, арасын бөліп жүрген адамдар деп жорамалдағандар да кездеседі. Бұл сөз Мұқатилге қатысты. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ жер бетінде бұзақылық жасайды. Батпаққа батқан адамдай жарасы жеңіл болу үшін өзгелердің де сол ұйыққа батуын қалайды. Әрі пенденің жүрегі айнып парасаттылықтан жұрдай болса, онда оның көңілінде жер бетін ойран ету деген бір сезім пайда болады да, соны жасаған сайын жаратылысына теріс бір ләззатқа бөленіп тәкаппарлық тәжін киеді. Сондай-ақ бұл кейбір кинолардағы қансорғыш адамдар тәрізді жер бетінде бүлік шығарған сайын азғындап, жыртқыш аңдардан да асып түседі. Улайка хумул хасирун. Міне солар қасіретке ұшыраушылардың дәл өздері. Иннал инсана лафи хуср дейді Аср сүресінде аяттады. Адам баласы қасіретте де. Ол қандай адамдар дегенде міне осындай адамдар. Улайка хумул хасирун. Бұл дүниеде де, ақыретте де қасіретке ұшырағандар. Адамшылық қасиетінен жұрдай болған нағыз бақытсыз адам деген осы. Адамның бұл дүниедегі бақыты оның адамдығы мен адалдығында ғана, иманында ғана. Бақыт дегенде нақ осы. Пенде Аллаға берген сертін бұзып, парасаттылығынан айырылып, жер бетінде ойран салса, қайтып оның адам болуы қиыны. Өйткені оның бойындағы асыл қасиеттер қаймағы бұзылып, ар-ожданындағы әлімсақ келісім жойылып, онымен бірге сол әрі қарай шіри береді. Атам қазақтың ой, артан безген неме дегенде осы. Ол қайтып адам бола алмайды. Сырт көзге адам болып көрінгенмен іші асылы басқа бір мақұлыққа айналады. Шортанбай ақынның Алланың бергеніне ризалық етпеген тағдырдың талқысына түспей кетпейді дегендей, мұндай адамдар әрине ақыретте де мәңгілік қасіретке ұшырап, сол тағылық бейнесі айқын көрінеді. Қас туған жырауда кейінге өскен жас бала ақ балтырын түрініп, басарына ерініп, көкірегі күйініп, тек тірлікке сүйініп, ықтиярсыз жүгіріп, аузы түкті кәпірдің етпеге еді жұмысын деп жырлап, ұрпағын тағылықтан сақтандырады. Міне ендеше әлләзина янқудуна ахдаллахи мин баъди мисақихи деп отырғанның бір-екі мағынасы осы, құрметті ағайын. Әлләзина янқудуна ахдаллах. Олар Аллаға берген серттерін бұзады. Ва яқтауна ма амраллаху бихи ан юрсала. Мұнымен ғана шектеліп қалмай, Алланың сақталуын әмір еткен қарым-қатынас және бірліктің тамырына балта шабады. Ва юфсидуна фил ард. Міне осы бірлікке балта шабылғаннан кейін олар жер бетінде қашанда бүлік шығарғысы келіп тұрады. Бүлік шығарғысы келіп тұрады әрқашанда. Неге? Өйткені олардың табиғаты бұзылып кеткен. Яғни әуел баста адам өзінің бұзылар кезде бірден бұзылып кетпейді. Алдымен мұның табиғаты бұзылады. Сол табиғаты бұзылғаннан кейін барады да, ол осыдан кейін бар олар пасыққа айналады. Пасыққа айналғаннан кейін олар жер бетінде ылғи да қан төгуді ойлайды. Жер бетінде қан төгіп бүлік жасаған соң, міне бұлар нағыз қасіретке ұшырайды. Алхамдулиллахи раббил аламин.
Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi